Бұл шығарылымға мән беріп қарауды ұсынамын. Ал бастайық. Бүгінгі шығарылымда Қазақстан қалаларының атауларының мағынасын қысқаша ашып беруге тырысамын. Бірінші бөлімді осы жерден көре аласың. Ал бұл екінші бөлім. Сонымен кеттік. Петропавл. Халықтың көп бөлігі қаланың аталу себебін Ресей патшалары 1 Петр мен Павелдің есімдерімен байланыстырады. Дегенмен бұл қате пікір. Прикинь, қаланың атауы апостол Петр мен апостол Павелдің құрметіне аталған. Олар Иса пайғамбардың шәкірттері болған. Қаланы неліктен солай атады деп тұрсыз ба? Себебі қаланың іргетасы әскери бекініс ретінде қаланған. Ал Петр мен Павел әскери жауынгерлердің қорғаушылары болған. Атап өтетін жайт, апостол Петр әлемдегі ең бірінші Рим папасы болған деген болжам бар. Алматы. Алматы қаласының атауы даулы мәселелердің бірі. Халықтың басым бөлігі Алматы деген ол алма ата, яғни алмалардың атасы дейді. Алайда бұл қате пікір. Шын мәнінде қазіргі Алматы қаласы орналасқан жерді бұрын Алматы дейтін. Тіпті археологиялық қазба жұмыстардың нәтижесінде орта ғасырларда бұл жерде Алматы дейтін қала болғаны анықталған. Верный, яғни қазіргі Алматы қаласының іргетасын салушылардың біреуі бұл жерді Алматы немесе Алмату деп атаған. Сондай-ақ бұл жерде Алматы деген жазуы бар ақшада табылған. Сонда Алматы деген не? Мысалдарды келтіріп түсіндіріп көрейін. Балықты деген көл болса, онда ол жерде көп балық бар екенін білеміз. Ал Алматы да сол секілді. Яғни осы жерде алмалардың бары екені білдіреді. Бірақ алма көп болса, алмалы деген дұрыс болады-ау деп ойлауға болады. Менде де сондай сұрақ туындады. Мүмкін уақыт өте келе қазақ тілі белгілі бір өзгерістерге ұшыраған шығар. Егер де осыны нақты білетін болсаңыз, комментарийда жазсаңыз от души болушы еді. Ал Алматы туралы жеке шығарылым көргіңіз келсе, комментарийда пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Астана. Астана сөзінің мағынасын бәріміз де білеміз. Және де қазіргі қала атауы Нұрсұлтан деп кімнің құрметіне аталғанын да білеміз. Қаланың атауын халық таңдамағанына куәміз. Сол үшін де қаланың бұрынғы атауын еске алып 5 секунд құрмет көрсетейік. Тараз. Тараз ең көне қалалардың бірі. Археологиялық мәліметтер бойынша қаланың 2000 жылдық тарихы бар. Тараз қаласының атауы жайында нақты дерек жоқ. Біреуі Тараз деген көне үйсін сөзі деп болжамдаса, екіншісі Тараз деген таразы сөзінен шыққан деп болжамдайды. Оған Тараз қаласы арқылы Ұлы Жібек жолының өтуі және де сауданың жақсы жүруі себеп болып отыр. Тағы бір болжам бойынша қаланың аты Талас өзенінің құрметіне қойылған дейді. Болжамдардың түрлігі Тараз қаласының тарихы терең екені көрсетеді. Көкшетау. Қаланың атауы таңғажайып табиғатына, сұлу мекеніне арнап қойылған. Яғни мұндағы тауларда өсетін өсімдіктерімен тамсандырған Көкшетау деп аталған. Ақтөбе. Ақтөбе сөзі ақ және төбе деген екі сөзден құралған. Яғни Ақтөбедегі қала деген мағынаны білдіреді. Қала Ақтөбеде бой көтергендіктен Ақтөбе деп аталып кетті. Орал. Бастапқыда қала Жайық өзенінің жағасында орналасқандықтан Жайық деп аталып кетті. Кейін 1773 жылы Емельян Пугачев өзін 3 Петр деп атап, Ресей патшасы 2 Екатеринаға қарсы көтеріліс бастаған. Көтерілістің орталығы Жайық қаласы болған, яғни қазіргі Орал қаласы. Нәтижесінде 1775 жылы Пугачев көтерілісі жеңіліс тауып, сол көтеріліс туралы мәліметтерді жою үшін 2 Екатерина қала және өзен атауларын Жайықтан Оралға ауыстыруға бұйрық берген. Атырау. Өзен теңізге не көлге құйылатын кезде бірнеше тармақтарға бөлініп, нәтижесінде кішкентай аралдар пайда болады. Осыны Атырау деп атайды. Бас кезінде Атырау қаласы Каспий теңізінің жағалауында орналасқан еді. Ал кейін су деңгейі төмендеп, теңіз қаладан алшақтаған. Өскемен. Бұл жер Үлбі өзені Ертіс өзеніне құйылатын жер. Ал екі өзен қосылатын жерде тасты таулар орналасқан. Устье деген ол өзеннің басқа өзенге немесе көлге құйылатын жері. Яғни Өскемен деген Устье каменных гор. Усть-Каменогорск деген сөзден шыққан екен. Талдықорған. Мұнда қаланың атауы өзі бәрін айтып тұрғандай. Яғни қаланың маңындағы талдар қорған секілді болып көрінудің себебі. Жезқазған, яғни жезді қазған жер. Бұл жерде мыс кен орындары табылғаннан кейін қаланы Жезқазған деп атап кеткен. Рудный. Рудный қаласы орналасқан жерде темір кен орындары, яғни рудалар табылғаннан кейін солай атап кеткен. Шу. Тағы бір ежелгі қалалардың бірі. Қала Шу өзенінің бойында орналасқандықтан Шу деп аталды. Ал Шу өзені болса, кезінде өзеннің жағасында қамыш көп өсіп, жел болған кезде Шу пайда болғанына байланысты аталған. Екінші болжам бойынша бұл жерлерде Шу атты патша болған екен. Оның құрметіне өзенді де қаланында атаған деген болжам бар. Екібастұз, яғни екі бас тұз.
Қаланың атауына байланысты бірнеше қызықты аңыздар бар екен. Аңыздардың тобықтай түйіні мынау: бір адам от жағып, жан-жағын сол жерде табылған қара тастармен қоршаған. Таңертең оянған кезде тастардың жанып тұрғанын байқаған. Осылайша көмір табылыпты. Қара тас табылған жерді жоғалтып алмау үшін екі бас тұз қалдырып белгі тастаған. Сол үшін де бұл жерді екі бассыз деп атап кеткен. Бірақ бұл тек қана халық арасында жүрген аңыз. Шын мәнінде бұл жерде көмір табылмай тұрып, екі бассыз деп аталатын көл болған екен. Риддер. Қаланың атауы бұл жерде полиметалл рудаларын тапқан тау инженері Филипп Риддердің құрметіне аталған. Талғар. Алматыда оқыған студенттердің міндетті түрде күнде Талғардан келетін группаласы болған. Талғар Алматы маңында орналасқан қала. Талғар деген моңғол тілінен аударғанда домалақтанған тау шыңдары дегенді білдіреді екен. Шынымен де Талғар тауларына қараған кезде бұны бір көргеннен байқаймыз. Моңғол сөзі қайдан келді десеңіз, жоңғар шапқыншылығы кезінде келген деген болжам бар. Шығарылым көңіліңізден шықты ма? Ұнаса лайк баса салыңыз. Барлықтарыңызға рахмет. Жатарда сейіп жатыңдар.